сәулелі жандармыз. Өмірдің әр сәтіндегі күйге ұмтылайық. Тұла бойымыз туған күш, ал күрес қашанда тек алға. Жақсылық болсын күрес, шайқас зұлымдық жойылсын деп. Атқарушы продюсерлері Оливия Дюмон, Жаклин Тордеман, продюсерлері Бруно Бьянки, Дана Бутон, Нэнси Ньюфольд Коллуэй, режиссері Марк Гордон. Жақсылық сақшылары. Жариялауға болмайды. Ватек сақшыдан қалайша айырылып қалдың? Енді ол екінші әлемде. Миллион қаншайымды іздеп жүргенімізді айтып қояды. Соның кесірінен қол аяғымыз тұсаулы болады. Оны тезірек қайтаруымыз керек. Қарындасыңызды еркінен айыру үшін тезірек қосылу салтанатын өткізейік. Жақында белгінің 3 бөлшегі де сізде болады. Солай жасайық. Мектеп газеті түкке тұрғысыз екен. Түкке тұрғысыз дегенің бер жағы. Оқытушы гидранттың алдына көлігін қойды. Масқара. Мектеп асханасындағы бәліштер, әшкерелеу репортажы. Суреттерін айтсаңшы, бәлішті қалай түсіргенін көрдіңдер ме? Меніңше бұл оқытушы сияқты. Коллинс мырза емес пе? Ирма, оларға газетті қалай шығару керектігін көрсетсек қайтет. Одан да құстың ұясына бас сұққаным артық. Суреттемекші қалай түсіппін? Сен онда жоқсың. Соны айтам. Осыны да баспасөздейді-ау. Сәлеметсіз бе, Коллинс мырза? Жақсы газет екен. Рас па? Газеттің шығуына мен жауаптымын. Иә, балық аршығанда төсеуген қайлы екен. Бізде 5-ақ оқушы бар болатын. Редактор кетіп қалды. Адам жетіспей жатыр. Мүмкін біреуің бізге келерсіңдер. Мен... Керемет, Тарани мен Ирма, газетіміздің жаңа редакторлары. Ғажап. Әр кеште сенбіде мектепте боламыз. Әрине ғажап емес пе? Сәлем, бастық Пикеш. Енді біз үнемі бірге боламыз. Жақсы ма? Журналистика айғақтар ғана емес. Сараптама, шындыққа жету, газет сол үшін керек қой. Мен сән туралы жазуға келдім. Мен жазаландым, газетте істеймін, болмаса әжетхана жуыбым керек. Бос орын бар ма? Баспасөздің бағасын білуіміз керек. Бәліш туралы жазғандары жетер. Таңғаларлық мақалалар жазайық. Солай емес пе? Иә! Ғажайып құбылыстарды іздейміз. Дұрыс айтасың, әпке. Ақиқатқа жетуге тырысайық, қалайық? Әрине, мен дайынмын. Жаңалық. Мен күйзеліске түстім. Қане, сөйлеуге кім кіруі мүмкін? Тарақ пен алгебрадан бақылау жұмысын алыпты. Бұл Фобостың ісі. Мен оған ескертейін. Фобостың бұған қатысты екеніне сенімді емеспіз. Бұл ханшайымның заттары, ақылы мен тәнінің белгілері. Мінекейіңіз. Керемет. Ал оның рухы ше? Ертең соңғы белгіге қол жеткізем. Күн батқанға дейін. Бәрі басталды. Фобос қосу рәсіміне дайындалуда. Шаш тәннің белгісі, бақылау жұмысы ақылдың белгісі, рухқа қол жеткізу қиын, демін ұрлауы керек. Міне, осыны есте сақта. Егер Фобостың құлдары Елионға жақындайтын болса, сазайларын берем. Жарайды. Сізге 5 шам қарыз болдым, кешіріңіз. Кәлеп, біздің жауымыз осал жау емес.
Рәсім Элион ханшайымды Меридианға тәуелді етіп қояды. Ол Фобостың құлдарына қарсыласуды қояды. Демек, Элион бәрін білуі тиіс. Корнелия, егер айтатын болсақ, Элион сенбей қояды немесе сенсе де мазасы кетеді. Бұдан бізге не пайда? Бірақ бір адам оған бас көз болуы тиіс. Мектепте де, жұмысқа да бармайтын, қолы бос біреу. Түсінесіңдер ме? Бланк бақылайды. Бланк мәлімдейді. Мұның бәріне азғана ақы алады. Бланк дайын. Иә, айтуға болмайды да құрбақаға күзеттіруге бола ма? Корнелия, Уэллдің ақылын бағалай біл. Жаңа есік ашылды. Қараңдар, бұл да мектепте. Фобос бұған ықпал жасауда. Аралық есіктер қарындасы жүрген жерлерде ашыла береді. Тарани мен 20 мектепте ғой. Жарайды, бұл жарайтын шығар. Грета Марена бір аптада 2 рет көк белдемше киді. Мұны жақсы мақала деуге келмес. Нөмірді өткізіңдер, кетейік. Бұл не? Мартин таңғажайып мақаласыз келмеймін деген. Бірақ асханаға кіріп, зерткенінен ыдыс аяқты лақтырып жатқан сияқты. Білекті тілші үнемі сабыр сақтайды. Керемет эксклюзив. Мектептегі елестер суретін күтіңдер. Мартин, есіңде болсын. Бұл салқындату жүйесі деп аталады. Жоқ, өз көзіммен көрдім. Яғни, оның не істегенін көрдім. Әлде олар мет, қазір, көресің. Тоқта, есікке жолама. Қызғылт шараш. Мұндай іздерді тек герминутилер қалдырады. Сұрауға қорқып тұрғаным? Мүмкін ол кетіп қалған шығар. Қорыққаннан немесе кетпеген сияқты. Кетпепті. Ештеңе көрмей тұрмын. Ашуланған кезде көзге көрінбейді. Сабырлы кезінде көрінеді. Қозғалмаңдар. Көп кішкентай ғой. Бұл баласы. Асырап аламыз ба? Әрине, шымылдық күзетшілері мен олардың түлегі кішкентай, көзге көрінбейтін доңыз. Жаман доңыз. Біз біргеміз. Болды, сабыр ет. Болды. Жер. Қызық екен, оны қалай есікке апарамыз? Аяғыма жармасып алды. Оған тиіспе, доңыз.